Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай дәмді болып пісетін панкейки жасайтын боламыз. Ендеше видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпа. Ең алдымен бір ыдысқа жұмыртқа саламыз, қант және де жақсылап араластырамыз. Жылы сүт қосып, тағы жақсылап араластырамыз. Ұнға қопсытқыш қосып араластырамыз. Және де қамырымызға ұнды електен өткізіп саламыз. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін ерітілген сары май қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде осындай консистенция болып шығуы қажет. Табаны қыздырып аламыз. Ортаңға газға қойып, ешқандай сұйық май жақпаймыз. Осындай бола 1 минуттан кейін уже аудара бастаймыз, қамырымызды құйып алған соң. Барлығын үсіп пісіретін боламыз. Мінеке достар, бізде осындай дәмді болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.